Бұл сұрақтың жауабын Құранның аяулы бір аятына үйсаң ғана таба аласың. Құран бойынша Алла Тағала адамды жаратқан соң оған халифалық мәртебе береді. Сосын ортаға бір аманатты шығарып, оны тіршіліктің мойнына жүктемекші болады. Бұл істің шарты да ауыр екен. Аманатты алған тіршілік иесі оны бұзбай, бүлдірмей, шашпай, төкпей, саф қалпында ақыретте Алланың өзіне қайтарып беру керек. Оны ғапылдықпен ұрлатып жоғалтқандар мәңгілік азап шегеді. Аманаттың салмағы мен шарттың ауырлығын түсінген кезде аспан, жер, тау тастың үрей ұшып, жан жаққа бытырай қаша жөнеледі. Сол кезде Алланың дидарына өлердей ғашық адам ата ілімнің жоқтығынан қараңғы кейіпте тұрса да, аманатты мен арқалайын деп тәуекелге бел буады. Кейін бұл аят қиссада бұлай кеңірек көрініс тапқан. Жәббар хақ 18 000 қаламға: бүгін сендерге бір аманат ұсынамын. Кім аманатты қабыл етіп, оған қиянат қылмаса, шексіз бақытқа кенеледі. Бірақ аманатты алғаннан кейін оның шарттарын орындамаса, азап тартады, дейді. Күллі жаратылыс не аманат деп сұрайды. Ол махаббат. Оны еленген жаратылыс иесі өлгенше сүйіспеншілікпен өмір сүру керек. Айналасына шуақ шашып, елшіреп тұратын халінен бір сәтте ажырамауы тиіс. Аманатты жоғалтқандар тас жүрек зұлымға айналады, дейді. Осы сәтте бүкіл ғалам үнсіз қалады. Тау тас, аспан мен жер тәуекелге бара алмай шегіншектеп тұрып қалады. Адам ата ол кезде ілімсіз еді. Аманаттың ауырлығын жете түсінбесе де, Құдайдың дидарына ғашық болғасын, аманатты арқалап алуға келісті. Құдай Тағала мені мұқият тыңда. Егер шын көңілмен мойынсынып, аманатты таза сақтасаң, мәңгілік сый көресің. Ал егер қиянат қылсаң, көретінің тек азап пен жәбір, дейді. Адам ата: уа Тәңірім, аманат майданында менімен бірге боласың ба, деп сұрайды. Әлбетте, дүниеде мен сенімен бірге боламын. Егер мені көрсем, есімдерімді атап шақыратын болсаң, дейді. Тәңірі уәде берген соң, адамның жүрегіне сенім кіреді. Аманатты маған берсең, мен оны жүрегімде сақтаймын. Оны таза ұстауға тырысамын, ұрпақтарыма да аманат етемін, дейді. Құдай Тағала: аманатты таза ұстаудың шарттары бар. Мен арам деп тапқан барлық нәрседен аулақ жүресің. Жеген асың адал болсын, сөйлеген сөзің мәнді болсын, жүрегің кірленбес үшін әурет жеріңді жауып жүруге міндеттісің. Аманатты аман сақтауға да, жоғалтып алуға да септесетін ең басты құралың қызыл тіл. Тілің ғайбат сөйлемес үшін мен оны 3 түрлі қорғанға қамадым. Олар 2 жақ, 2 ерін, 30 тіс. Осы 3 кедергіден өтіп, өсекке жол беретін болсаң, аманатты ұрлатып аласың. Махаббат кеткен соң, жүрегің қатайып, қиянатты шімірікпей жасайтын зұлымға айналасың, депті. Бұл аятты әртүрлі тәпсірлейтін топтар да бар. Біреулер аманат деп ақылды айтады, енді бірі әділдікті айтады. Соплар махаббатты айтады, буквалистер шариғатты айтады.